Сәлеметсіздер ме, қымбатты оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы бабалар сөзі, даналар көзі деп аталады. Сабақтың мақсаты бабалардан қалған өсиеттен тәлім алу. Оқушылар, бүгінгі тақырыбымыздың өзектілігін ашатын мына бір толғауды, керемет толғауды дұрыс тыңдауға шақырамын. Ал балалар, тыңдайық. Бабаларым, рахмет сендерге, балаларым болмасын деп көргеуде. Қобызыңмен қосып әнмен үн бердің, өмірге мен мылқау болып енгендей. Бабаларым, рахмет сендерге. Жыраулардың жазбай кеткен жырларын, арулардың ашпай кеткен сырларын, қорқытыңның қорқынышты мұң-зарын қобызыңның шанағынан тыңдадым. Қобызыңның шанағынан тыңдадым. Құлазыған сенің қола түздерің, не білмеген, не көрмеген ізгеліп, тасқа тұнған тарихыңның сырларын өзек ауаңызымнан іздедім. Өзек ауаңызымнан іздедім. Ашпайды-ау сенің қола түздерің, сыр ашпайды-ау тау тастағы өздерің. Сенің бүкіл болмысыңның қырларын өзек ауаңызыңнан іздедім. Өзек ауаңызыңнан іздедім. Іздедім де сәттерімді түңілген, тастап кеткен аңызыма жүгінгем. Жүгінгенді қайта туғам, түрілгем, тарихымдау жырлаудамын бүгіннен. Бабаларым сенің ана тіліңе, тарихымдау жырлаудамын бүгіннен. Бабаларым сенің ана тіліңмен, бабаларым сенің ана тіліңмен. Бабаларым сенің ана тіліңмен. Оқушылар, толғау ұнады деп ойлаймын. Біздің ата-бабаларымыздан қалған қаншама өсиетті, ғұламалы сөздерді тыңдаудан жалықпаймыз. Көп жасаған қария, ақылы теңіз дария, көп өнеге сөзі бар, сөзі соқпақ өзі нәр, ата салты ардақты, әрбір сөзі салмақты. Сол сөздерді ұқпасаң, тістерсің бір күн бармақты. Қандай керемет айтылған сөз. Бабалар сөзі кешегі өткен қариялардан, ғұлама ойшылдар мен шешен билерден мұра мирас болып қалған ұлы тәрбие құралы. Біздің ата-бабаларымыздан бізге жеткен көптеген ұлағатты тәлім тәрбие берерліктей өсиет сөздер бар. Жерден ауыр не бар? Судан терең не бар? Оттан ыстық не бар? Көктен биік не бар деп сұраған екен.
әлгі сұрақтардың жауабына дөп басып айтқан шешендер. Жерден ауыр дегенім ақыл білім, судан терең дегенім оқу ғылым, оттан ыстық дегенім адамның өмірі, көктен биік дегенім тәкаппардың көңілі десе керек. Қандай тауып айтылған ой, ә? Дүниеде не жетім десе, жаңбыр жаумаса жер жетім, басшы болмаса ел жетім, ұқпасқа айтылған сөз жетім. Ал енді келесі тапсырма балалар. Мақалдың бірінші бөлігін айтамын, сіздер жалғасын жалғастырыңыздар. Тіл тас жарады, тас жармаса бас жарады. Дұрыс шешті деп ойлаймын. Өткір тіл дарын, ұзын тіл жауың. Тамаша. Жақсы жігіт аспандағы жұлдыз, жақсы қыз жағадағы құндыз. Тамаша. Жұлдыздай, құндыздай болып жүре беріңіздер. Ал енді 10-шы беттегі грамматикалық материалға көңіл аударайық. Шешендік өнер мен шешендік сөз ұғымдары өзара тығыз байланысты. Шешендік өнер, шешен сөйлеу сияқты іс-әрекеттің атауы. Шешендік сөздерге белгілі бір оқиға байланысты тапқыр көркем тілмен айтылып, жұртшылық ойына қозғау салатын үлгі ой тұжырым жатады. Сөзден тәтті нәрсе жоқ, сөзден ащы нәрсе жоқ. Сөзді тіліңе билетпе, ақылыңа билет. Ақылыңды, сөзіңді ақылсызға қор етпе. Ақылдық айт, кімге, қай жерде, қай кезде, қалай сөйлейтініңді біл деп бөлтірік шешен дөп басып айтқан екен. Үйге тапсырма балалар, 10-11 беттегі 3-4 тапсырманы орындаңдар. Қорытындылай келе міне балалар, сендер тәлім тәрбие аларлықтай бабадан қалған асыл сөздер өте көп екенін ұқтыңдар. Сондықтан да үлкендердің әр сөзіне зер салып, әр сөзінің астарына үңіле қарай білу керек. Әсіресе үйдегі ата-әжелерінің, ата-аналарының әр сөзін ұғып, кәрі адамдардың ақылын, өсиетін есте сақтаңдар дегім келеді. Бүгінгі сабақтан әсерім не сезіндім, нені білдім, қандай пайда болды, не үйрендім. Назарларыңа үлкен рахмет. Сау болыңдар.